Ассалаумағалейкум көрермендер. Әділетсіз кеңес одағы тұсында көптеген қазақтың ұлы тұлғаларының аты өшірілді. Сол ұлы тұлғалардың бірі Хақназар хан. Хақназар хан шамамен 1510-1580 жылдары өмір сүрген. 1538-1580 жылдардағы қазақ ханы. Қазақ халқын біріктіруге, мемлекеттігін нығайтуға айрықша еңбек сіңірген мемлекет қайраткері, қолбасшы. Хақназар қазақ хандығын 42 жыл биледі. Қазақ хандығының 300 жылдық тарихында Хақназардай ұзақ жыл ел билеген хан болған емес. Хақназар Қасым ханның ұлы. Әкесіне жастай жетім қалған Хақназар анасы Қанекей сұлтан ханыммен бірге Қасым ханның қарындасы Қараүлікті паналап, Ноғайлының 6 ұлы әулетін билеген Шах-Мамайдың қолында тұрған. Хақназар таққа әкесі өлгеннен 20 жыл өткеннен кейін отырған. Бұл екі ортада қазақ ордасында хан Құтаймай, Момыш, Тоғым, Ахмет хандар сырт жаулармен шайқаста шейіт болған болатын. Қасым хан айбынын асырған қазақ хандығы іштей әлсіреп, сырт жаулармен күресте ірі сәтсіздіктерге ұшыраған еді. Батысында Ноғайлы, шығысында Моғолстан, солтүстігінде Сібір, оңтүстігінде Өзбек хандықтарының қысымында болды. Осындай кезеңде билікті қолына алған Хақназар елінің еңсесін көтеріп, сыртқы жағдайларды қазақ ордасының мүддесіне пайдалана білді. Қасым ханның ісін ілгері жалғастырып, Ноғай ордасының бір бөлігін қазақ хандығына қосты. Мемлекет шекарасын Еділ мен Жайыққа жеткізді. Башқұрт халқының Ресейге мойынсұнбаған бөлігі де қазақ ордасының құрамына кірді. Орыс патшасы Иван Грозный Хақназарды құдіретті әмірші ретінде танып, елшілер жіберіп тұрды. Хақназар Сібір хандығымен күрестің нәтижесінде орта жүзін шетте жүрген руларын оңтүстікке топтастырды. Ойраттарға 1554 жылы күйрете соққы берді. 1555 жылы Моғолстан ханы Әбдәр-Рашидұлы Әбдәл-Ләтиф сұлтанды жеңіп, ұлы жүз руларының көпшілігін қосып алды. Моғолдар шебі Тәңіртаудан әрі ысырылды. Түркістан, Сығанақ, Сауран, Сайрам, Тараз қалаларын қайтарып алды. Хақназар хан таққа отырған соң хандық үкіметтің билігін нығайтуға және күшейтуге қажырлы қайрат жұмсады. Өзіне бұрынғы Тахир хан және Бұйдаш хан тұсында бытыраңқы жағдайға түскен қазақ хандығын қайта біріктірді. 1523-1524 жылдары жарыққа шыққан қазақ-қырғыз одағын үздіксіз нығайтты. Тіпті сол заманның тарихи деректерінде Хақназар хан қазақтар мен қырғыздардың патшасы деп аталды. Ол осы қазақ-қырғыз одағына сүйене отырып, Моғолстан хандарының Жетісу мен Ыстықкөл алабын жаулап алу әрекетіне тойтарыс берді. Хақназар хандық құрған дәуірде қазақ хандығының сыртқы жағдайында аса ірі тарихи оқиғалар орын алды. Бұл кезде батыста күшейе түскен орыс мемлекеті шығысқа қарай ірге кеңейтіп, 1552 жылы Қазан хандығын, 1556 жылы Астрахан хандығын басып алды. Осы жағдайға байланысты Еділ мен Жайық арасында ұлан байтақ өңірді мекендеген Ноғай ордасы ыдырай бастады. Ноғай ордасының ыдырауы оған қарасты қазақ тайпалары мен олардың мекендеген жерлерінің қазақ хандығына қосылуы хандықтың батыс, солтүстік және оңтүстік жағындағы жағдайға өзгеріс тудырды. Орыс мемлекеті мен қазақ хандығы арасындағы кен өңірді алып жатқан Ноғай одағының ыдырауы оның бір бөлігін қазақ хандығына қосылып, енді бір бөлігінің орыс патшасына бағынуы шығысқа қарай кеңейіп келе жатқан орыс мемлекетінің шекарасын қазақ хандығына жақындата түсті. 1563 жылы Сібір хандығының билігін тартып алған Көшім хан ендігі жерде қазақ хандығының дұшпандық позиция ұстады. Оның үстіне Моғол билеушілері мен қазақ хандары арасында да қақтығыстар болып тұрды. Осындай күрделі жағдайлармен есептескен Хақназар хан қазақ хандығының сыртқы саясатын өзгертті. Өзінен бұрынғы қазақ хандары үнемі жауласып келген Мауреннахрдағы Шайбани әулетімен одақтастық байланыс орнатуға ұмтылды. Орта Азияның ең ірі қалаларының бірі Ташкентті басып алуға бағытталған әскери қимылдарын тоқтатты. Сөйтіп Шайбани әулетінен шыққан Бұхара ханы Абдулла II мен қазақ ханы Хақназар қастаспай дос болып өзара көмектесу жөнінде антастық шарт жасасты. Хақназар ханның бұл дипломатиялық шарасы оңды болды. 16 ғасырдың 60 жылдарының соңы мен 70 жылдарының басында соғыс қимылдары тоқтап, бейбітшілік орнады. Қазақтардың Орта Азия халқымен сауда-саттық қарым-қатынасы, экономикалық байланыс одан әрі өрістеді.
Мұның өзі қазақ хандығының ішкі жағдайын жақсартуға, халқының шаруашылық өмірінің орын алуына тиімді болды. Сонымен қатар қазақ хандығында нығайта түсті. Хақназар хан сыр бойындағы Сауран, Түркістан, Ташкент қалалары үшін өзбек ханы Абдулланы қолдап, кейін өзі жоғарыдағы қалаларды басып алды. Орда территориясын ұзартты. Дегенмен Хақназардың Абдулламен байланысынан қорыққан Ташкенттің ұлыстық әміршісі Баба Сұлтан жасылдары арқылы Хақназарды у беріп өлтірді. Хақназардай ұлы ханның қазақ үшін жасаған еңбегін бұндай қысқа шығарылыммен айтып бітіру мүмкін емес. Хақназар хан әлі толық зерттелмеген қазақтың ұлы тұлғаларының бірі. Қазақ үшін өмірін қиған осындай ұлы тұлғаларымыздың тәуелсіздік заманында да есімдері ұмытылуы жүректі ауыртады. Бүгінге осы. Видеоны аса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.